Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асты бірге дайындайтын боламыз. Өте қамыры керемет әдемі болып шығады. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Алдын ала бізге фаршымызды ыдысымызға салатын боламыз. Сосын қойдың майын салатын боламыз. Пиязымызды саламыз. Тұз және де паприка керек болады. Жақсылап қасықтың көмегімен араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді біз қамыр жасайтын боламыз. Бізге керекті 1 стакан су және де тұз. Тұзды жақсылап ерітіп аламыз, араластырамыз. Осылайша ұн салатын боламыз. Лопатканың көмегімен бірінші жақсылап араластырып аламыз. Сосын қолымызбен жақсылап илейтін боламыз қамырымызды. 30 минутқа тындырып қойдым. Қамырымыз енді дайын болды. Осылайша жұмсақ әдемі болып тұр. Енді ұнды себіп осылайша қолдың көмегімен басып шығамыз бірінші. Оқтаумен жаятын боламыз. Осылайша екі жерін жақсылап басып, оқтаумен жайсаңыздар, қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Шеттері қалың болып қалмайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз әдемі болып тұр. Енді біз май жағатын боламыз. Тегістеп барлық жеріне майды жағып шығамыз. Массамызды аударып, лопатканың көмегімен жайып шығатын боламыз. Енді біз пышақпенен кесіп қамырымызды орап алатын боламыз. Енді біз листімізге майымызды жағып, бір листке мен 2 орамамызды салдым. Менде листім үлкен болды. Енді біз орамамызға майды жағатын боламыз. Осылайша орамамыз дайын болды. Енді біз қайнап тұрған суға 45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің тамағымыз дайын болды. Егер де сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.